Сәлеметсіңдер ме балалар? Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қоршаған ортамен танысу сабағын өтетін боламыз. Балалар, біз өткен оқу қызметімізде өмірлері өнеге болған ұлы адамдармен таныстық. Қазақ елінің мақтаныштары, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев, өздеріңіз білетін қазақ халқының көрнекті педагогы, жазушы Ыбырай Алтынсарин, саяхатшы Шоқан Уәлиханов аталарымызбен таныстық. Сонымен қатар ұлы адамдарымыздың бірі Абылай хан және қазақтың батырлары Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, Қабанбай батырлармен таныстық. Бұл батырлардың барлығы да елін, жерін қорғау үшін аянбаған жандар екенін сендер білесіңдер. Солай ма балалар? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға назар аударайық. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының қолөнері деп аталады. Балалар, біз бүгін қазақ халқының көптеген қолөнерімен танысамыз. Алдыңғы сабақтарымызда қазақ халқының атам заманнан бергі ең жақын серігі, асыл белгісі болып саналатын киіз үйімен таныстық. Балалар, қазір сендер киіз үйінің жабдықтарымен танысатын боласыңдар. Киіз үй 3 бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқыр жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің 2 есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері: маңдайша, 2 босаға, табалдырық, 2 жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақалақ деп атайды. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Балалар, көрдіңіздер ме? Киіз үй қандай бөлшектерден тұратынын? Сендер киіз үй туралы көптеген мағлұматтар алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше мына оюларға назар аударайық. Түйе табан, көбелек, қошқар мүйіз, кемпір қосақ, құс тұмсық, өркеш, құс қанаты, мүйіз оюлар көрсетілген екен. Балалар, осы ою өрнек атаулары малдың, құстардың, аңдардың дене мүшелеріне байланысты аталған екен. Ою өрнектер қолөнердің барлық түріне бірдей ортақ, әшекейлеудің негізі болып саналады екен. Балалар, қазақ халқының қолөнеріне зергерлік бұйымдар, ұлттық киімдер, ағаштан жасалған бұйымдар, жүннен жасалған бұйымдар, көлік тұрмандары, шаруашылық бұйымдары, металдан жасалған бұйымдар жатады екен. Балалар, естеріңізге сақтап алыңыздар. Зергерлік бұйымдарға алқа, сақина, сырға жатады. Бұларға қазақ халқының ою өрнегі салынған екен.
Ал мынау ағаштан жасалған ыдыстар екен. Бұл жерде де балалар біз оюларды көріп тұрмыз. Ал металдан жасалған бұйымдарға құман, табақ, ыдыс-аяқтар жатады екен. Жүннен жасалған бұйымдарға оюлы көрпелер, сырмақ, текемет, киіз үйдің құралдары жатады екен. Көлік тұрмандарына ер-тұрман, қамшы жатады екен. Ал шаруашылық бұйымдарына саба, мес, түрлі ыдыстар жатады екен. Ал бұл жерде қазақ халқының ұлттық киімдерін көріп тұрмыз. Қазақ халқының ұлттық киімдеріне ою-өрнектер салынады екен. Көрдіңіздер ме балалар? Қазақ халқының қолөнері қандай көп. Ендеше балалар, сендер ою-өрнектердің ішінен қошқар мүйіз оюын түрлі түсті қағаздан қиып жапсыра қойыңыз, немесе суретін сала қойыңыздар. Балалар, тапсырманы орындайтын кезде міндетті түрде аналарыңыздан көмек сұраңыздар.